Сәлем, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін мен қолданыста 3 жылдан аса уақыт жүрген мына Veritas Start 32 деген машинканың қалай күтімін жасау керектігін айтамын. Яғни мына жерде көріп тұрсыздар, қанша тігіс бар екенін, иә. Мен бұл машинканы қолданып жүргеніме 3 жылдай уақыт өтті, және мен оны мынау майды құю арқылы дырылдаған, тарылдаған даусынан тез құтылуға тырысамын. Яғни ол майды машинканың қай жерлеріне құю керектігі жайлы ақпаратпен бөліскім келеді сіздермен. Дәл қазір сіздер менімен бірге болып, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ең алдымен мынау астыңғы бөлігі, яғни бізде астыңғы бөлігі өте көп тігіс тіккендіктен осылай лас болып тұрады. Бұны алып, біз үнемі майлап отыруымыз керек. Мына шүрнегінде майлап, мына тұстарын бәрін майлап отыруымыз керек. Және байқасаңыздар, мына жерде бір мына жоғарғы жағындағы лапкасын алған болсақ, мына жердегі матаның қоқымдары тұрып қалады. Қараңыздаршы, өздеріңіз, мен көк матадан тіккен, көк қоқымдары тұрып қалған. Осының бәрін инемен шұқылап отырып тазалап, және мынау нелеріне, тесіктерінің бәріне осы майдан құйып отырамыз арасында. Яғни сіз егер тігісті үнемі тіккен болсаңыз, аптасына 1 рет, аптасына 2 рет тігіп отырамыз. Сонымен қатар мен айта өтейін, бізде машинкамызда мына жерінде ашатын жері бар. Осы жерін ашып, қазір сіздерге ашып көрсетем. Және мына жерде тесіктерін осылай бітеп қойған. Жауып, осындай тұстарына да май тамызып отырамыз. Қазір мен ашайын, одан кейін осының ішіндегі май тамызатын жерлерін көрсетіп өтетін боламын. Міне, мен аштым. Ішінде, қараңыздаршы, мына төбеде май құятын жерлер тұр. Мына жерге, мынаның ішкі бөлімдерінің бәріне шаңын сүртіп, мынау матаның пухтары, соның бәрін сүртеміз. Және мынаны айналдырсақ, осы айналатын жерінің бәріне май құйып шығамыз. Міне сіздерге көрсетейін қазір. Осылай май құйып шығамыз. Май құю арқылы біз бұл машинаның ұзақ уақыт жұмыс жасауын жақсартатын боламыз. Машинаңыз тозып кетпейді, ең бастысы. Одан кейін қазір мен машинканы жатқызып алайын. Жатқызған уақытта, қараңыздаршы, мына жеріне май құю керек. Осылай майды құясыздар. Және 2 сағат, 3 сағат, түннен азанға дейін тіпті жүдә жақсы тігісті тікпейсіздер. Мен мына жерге май құйып жатырмын. Тағы да. Осылай үнемі машинкаңызды майлап, сүртіп тазалап отырған болсаңыздар, ұзақ уақытқа жететін болады.